Бүгінгі қайталатын сөздердің тізімін осылай болады. Мәжіліс, мақұл, одан да гүлшоға, басқарма, әуестену, жедел, қайыру, жұбату, жаттау, сулау, сауығу, сағыну, төну, өкпе. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Заседание. Хорошо. Давай лучше. Букет цветов. Управление. Увлекаться. Ускоренный. Сгибать. Утешать. Выучить наизусть. Мочить. Выздороветь. Тосковать. Мерзнуть. Обида. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын, күтіп тұрыңыз. Емдеудің әдісі. Бір күні қаржы бөлмесінің басқарушы зауыттың басқармасына таңертең телефон соқты. Сәлеметсіз бе? Ауырып кеткенімнен бүгінгі мәжіліске қатыса алмаймын. Бір екі күн ауырып болармын, деді ол жөтеліп, өзінің хатшысына өзі таныстырғаннан кейін. Мақұл, сауығып кеттіңіз, айтты жұбатқан дауыспен оның хатшысы. Жедел көмекке керектігін болса, менің орынбасарына хабарласыңыз. Жарайды, сізді сағынамыз, сау болыңыз. Сау болыңыз. Басқарушы қызын өлшейін деп ойлады, өзі тоңынаған сезініп кеткенде. Ойбай, менің қызым тым жоғарыға көтеріліп кеткен екен. Жедел жәрдемге телефон соғамын шығар, деді ол оның зайыбына сулаған сүлгіні маңдайына қойып жатқанда. Одан да таныс халық емшіні шақырайын. Шашын қайырып жатқанда айтты зайыбы. Жоқ, ренжіме, дәстүрлі дәрігерлерге жүгінемін. Олардың аурулар туралы университеттен жаттап алғанына сенемін. Өкпе ұстамашы. Халық емшілерімен әуестегенімді қолдамаймын. 2 аптадан кейін басқарушы дәстүрлі түрде шынайы сауығып тастады. Ол гүл шағы сатып алып, хатшысына сыйлайды. Метод лечения. Однажды утром руководитель финансового отдела позвонил в правление завода. Здравствуйте, я сегодня заболел, поэтому не могу присутствовать на сегодняшнем заседании. Проболею, наверное, день-два, сказал он, покашляв, после того, как представился своей секретарше. Хорошо, выздоравливайте, утешающим голосом сказала его секретарша. Если понадобится срочная помощь, свяжитесь с моим заместителем. Хорошо, будем скучать по вам. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Мужчина решил измерить температуру, так как почувствовал озноб. Ничего себе! Моя температура поднялась слишком высоко. Наверное, позвоню в скорую, сказал он супруге, когда клал мокрое полотенце себе на лоб. Давай лучше я позову знакомого народного целителя, сказала жена, закручивая волосы.
Нет, не обижайся. Я обращусь к традиционным врачам. Я верю, что они заучивают все наизусть о болезнях в университете. Не обижайся. Я не поддерживаю твое увлечение народными целителями. Через 2 недели руководитель действительно вылечился традиционным способом. Он купил букет цветов и подарил его своей секретарше.